Selam dostlar, nasıl kabar? Arnasına hoş geldiniz. Video bize бизнесмен Ананың 3-ші бөлімі болады. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Және мен тамам ауырып тұрсың. Егер дұрыс шықпай жатса, оны кешірім сұраймын. Достар, сосын міндетті қызметшінің орнына ауысты, яғни мен оның біреуін таппай қойдым, сондықтан орнына бір басқа қыз болады. Сондықтан мен бермейсіздер. Айда, не болды? Айдос, кімді көрдің бе? Ханымды. Қай, мен ол кісіні танымаймын. Ой, танымаймын. Не сен не оттап отырсың? Кеше жұмысқа, бағана жұмысқа кірдің ғой? Мен ол кісімен әлі таныспадым. Тек қана қызмен таныстым. Ол кісінің аты Сара ханым деп айтасыңдар ма? Яғни Мариямның анасы. Солай де. Ол кісі бөлмесінде шығар. Мен сол тамақ жасайын деп, кухняда отырмын ғой сол. Жарайды, ода мен Сара ханымның бөлмесіне барайын. Ханым, сіз не істеп отырсыз? Қызымның телефонға заказ бергенмін ғой. Сол заказды келді. Қазір коробкаға салып беремін. Біреу сол. Мен қызымдікі ғой. Тығып қойғанмын. Көріп қоймасын деп. Солай деңіз. Ал не үшін келдің сен? Бір мәселе бар еді, сол мәселемен сөйлесейін деп едім. Ол қандай мәселе тағы? Менің аяғымда қазір беріңіз өтініш. Неге? Сен өткен аптада ғана кірдің ғой жұмысқа. Ханым, енді маған керек болып тұр. Ана қарыздарымды адамдар сұрап жатыр. Сол қарызымды өтеуім керек. Жарайды. Қазір 10% беремін. Сосын келесі айда бірақ беремін. Жарай ма? Жарайды. Қазір каспиңді аударайын сенің. Аудардым. Жақсы, рахмет. Жақсы, бірақ ана Мариямға айтпай, жарай ма? Телефон келгенін. Жақсы. Мен кеттім онда. Жақсы, ана қызметші тамақ жасап жатыр ма? Жасайын деп жатыр. Жарайды, мен кеттім. Қандай тамақ жасасам болады? Мен ана Мариям ханымнан сұрасам ба екен? Ол кісі айтам деп еді. Жарайды. Барып сұрап көрейін. Тук-тук. Ой. Кіре бер айда. Қызметші бері кел. Ханым, мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Сұрай бер. Бір нәрсе болып қалды ма? Енді мен ханымның сүйікті тамағын білмеймін. Сіздің ғана сүйікті тамағыңызды білемін. Маған жасаған тамағыңды анама да жасай бер. Ол іше береді, дәмді болса болды ғой. Жақсы. Соны сұрайын келгем ғой. Жарайды. Болды, түсіндім, жарайды. Мен тамақ жасап қояйын. Так, болды. Мен барын дайындап қойдым. Енді мен барып ханыммен қызын шақырайын. Бірінші ханымды шақырайын. Ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сенің атың кім? Менің атым Айда. Мен қызметші болып орналастым. Сен бе қызметші? Тамақтайын ба? Барлығы дайын. Сізді просто шақыруға келгенмін. Жақсы, рахмет. Бара бер. Қызымды шақырдың ба? Жоқ, өзім шақырамын. Сен бара бер. Жақсы, астыға түс барып. Жарайды. Кім? Кім еді мұның аты? Менің атымды ұмытқай беретін. Мен сөйлей бересіңдер, Барыңдар ақса түсіңдер. Сендермен сөйлесіп отыратын уақытым жоқ менің. Барыңдар.
мынандай тамақ жасап тағайын. Жарайды, қызымды барып шақырайын. О, анашым, есікті қағып кірмейсіз? Отырмын ғой, жай ғана отырмын. Қызым, енді есікті обязательно қағып отырмаймын ғой. Сен де білетін шығарсың, иә, мені. Ой, иә, білемін ғой, сізді мен. Не болды, бір нәрсе болып қалды ма? Осыған iPhone 16 Pro қашан келеді? Бағананы айтып едім ғой. Или заказ бермедіңіз ба әлі? Сіз заказ берген жоқсыз ба? Не ужас. Жоқ, қызым, заказ беріп қойдым. Ол ертең таңертең келеді деген. Ой, кешірім сұрайын. Не? Таңертең келеді несі? Мен бүгін кешке шейін күтіп отырмын ғой. Неге келмейді ол қазір? Ой, қызым, мен қайдан білем, неге ашуланып жатсың? Мен просто сен тамаққа шақырдым. Жарайды, тамақ ішейік. Сосын киіміңді ауыстырсай? Иә, қазір киімімді ауыстырып болған соң барамын. Сіз бара беріңіз. Жақсы, қызым. Ой, қызым, телефоны келгені білмейді ғой. Ертең сюрприз қылдырып беремін. Неге келмейді екен менің телефоным? Мен күтіп жүрмін ғой. Асыға күтіп жүредім. Жарайды, осы пижамамды кие берейін, онсыз да қазір ұйықтаймын. Жарайды, мен кеттім ендеше. Қызым, болды, күн түсірмеші, өтініш. Тамағыңды ішші, әдемі жасапты тамақты. Жарайды.